Қашықтан оқытуды ұйымдастыру жөнінде ата-аналар мен оқушыларға арналған жадынама. Сабақ кестесі оқушының жұмыс орнына көрінетін жақын жерде болуы керек. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізіледі. Кесте бойынша. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Кешке дайындап қойған жөн. Арнайы сабақ оқу орны белгіленуі шарт. Сабаққа уақытында қосылыңыз. Сабақ басталуға 5 минут қалғанда. Балалардың жуынып, таранып, ұқыпты киінуі маңызды. Жатын киім мен халаттарда емес. Бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшіруіңіз керек. Сабақ уақытында отбасындағы барлық балалар мен үй жануарларының кедергі келтірмеуін назарда ұстаңыз. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болуы керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолданып, қолыңызды көтеріп жауап бере аласыз. Оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балаларға чатта жазуға тыйым салынады. Тек дыбыс болмай, естілмей қалған жағдайда ғана рұқсат беріледі. Балаға жауап бергенде орнынан тұрудың қажеті жоқ. Мұғалімнің рұқсатынсыз суретке, бейнетаспаға түсіруге, жүргізілген сабақты әлеуметтік желілерде жариялауға қатаң тыйым салынады. Сабақ барысында ата-аналарға араласуға шектеу қойылады. Сабақта оқушының себепсіз қатыспай қалғаны үшін ата-ана жауап береді. Назарларыңызға рахмет.